Мақтарал ауданында ауылдық округ әкімдері ел алдында есеп беруді бастады. Жылына бір рет өтетін жиынды бақылау үшін Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілік мемлекеттік инспекторы Серік Қожаниязов ауданға жұмыс сапармен келіп, Аязхан Қалбеков ауылдық округінің әкімі Молдабек Битеміровтің Атамұра ауылында өткен есеп беру жиынына қатысты. 2019 жылы әлеуметтік экономикалық даму бағытында атқарылған жұмыстары бойынша кеңінен баяндама жасаған ауыл әкімі Молдабек Битеміров есепті табиғи өсіммен бастады. Одан соң әлеуметтік салаға ойысып, алдағы уақыттарда атқарылатын жұмыстарға тоқталды. Құрылыс саласы бойынша Абат елді мекенінің Жолбай мектебіне орындық мектеп құрылысын салуға бюджеттен қаражат бөлдіру жоспарланып жатыр. Жамбыл және Жаңаөзен елді мекендеріне 400 теңге бюджет есебінен спорт алаңын салдыру жұмыстарын жүргізу және үлгілі елді мекендегі үлкен жол бойына ұзындығы 350 метр, яғни 2,5 метр көгалдандыру көріктендіру үшін қоршаған жұмыстарын жүргізу жоспарлануда 2 километр 500 метр. 1930 жылы құрылған ауылдық округте 7 ауыл бар. Халық саны 8631. Есепті баяндамадан соң жарыс сөзге шыққан зейнеткерлер өткен жылда шешімін тапқан мәселелерді тілге тиек етіп, алғысын білдірді. Біздің ауылдың тұрғындары 45 жыл бойы аңсаған табиғи газ келді. Газ келген соң үйімізге жаз келді. Қыз келіншектер от жағудан ұтылып, мәз болды. Кездесуде аудан тұрғындар арасынан сауал қоюшылар мен тілек білдірушілер болды. Тұрғындар тарапынан ауыл әкімнің есебіне қанағаттанарлық деген баға берді. Ауыл әкімнің есеп беру есіне өткен жылғы 19 жылға істеген іс-шаралар өте жақсы, әлі де істелінетін жұмыстар көп. Оған ардагерлер ретінде атсалысамыз. Бағасы өте жақсы. Құдай қаласа мына әрқашан ауылымыздың, еліміздің ынтымағы бірлігі сақталып, қаял уақытта болса да бірлік болатын болса тірлік болады деген бұрынғыдан ата-бабалардың сөзі бар. Клара Шербайқызы, Ғани Оралбайұлы, Ақпарат, Мақтарал ауданынан.